Сәлеметсіздер ме? Сіздерге мен рулет, без глютенсіз рулеттің рецептін көрсетемін. Яғни өте оңай. Менікі газдың астындағы протеин болғаннан кейін, үлкен болғаннан кейін 5 жұмыртқа саламын. 1 стакан қант, 1 стакан ұн және разрыхитель без глютена разрыхитель. Мындай. Разрыхитель қосса да болады, қоспаса да болады. Жұмыртқа мен қантты жақсылап тұрып миксерден айналдырып аламыз. Араластырып алдық. Онда разрыхительге салып аласыздар да. Лопаткамен онда елеуіштен өткізіп саламыз. 1 стакан. Араластырып аламыз. Шетінен қосып отырыңыздар. Өте оңай және тез. Араластырып болдық 1-2 нені. Енді протеинге саламыз. 200 градуста пісіріп аламыз. Bir қылып жайып алыңыздар. Осылай газдың астына барып қоямыз. Газдың астына 200 градуста пісіріп аламыз. Құрғақ дайын. Орамалдың көбірек жағын рулеттің ішіне қарай қайырып, осылай орап, бисквит соғанша қойып қойыңыздар. Жаңағы рулетке не жасаймыз? Крем жасаймыз. Яғни безлактозный сливки. Сливкиді құямыз да. Оны қантпен араластырамыз. Сливки, сливки. Миксермен ақырын скоростан бастап, қатты скоростан қоса бастаймыз. Бұл сливкиді өте қатты араластырмаңыздар. Қантпен араластырыңыздар. Бұл өйткені безлактозный асықпай араласады. Бисквиттің суыты. Осыған жаңағы дайындаған кремімізді, сливкимізді қосамыз. Бұл сливки сахарный пудрамен шықпайды. Бұны тек қана қантпен жасау керек екен. Егерде сіздерде безлактозный, жаңағы безглютен не болса, творожный сырлардан қосып жесеңіздер болады. Біз кішкене дәмін өзгертіп, біз кішкене ішіне жаңғақ салғымыз келіп тұр. Жаңғақты өтіп аласыздар. Бетін әрлегенде сіздерге негіз бар еді. Без глютен, без лактозный. Шоколадтарыңыз болса, фруктілеріңіз болса, барлық нәрсемен сәндей берсеңіздер болады. Енді ақырындап құраймыз.
бетіне кремін жағып, бұл сұйықтау болып шығады екен, проценті 20% қана озонын алдырды. Сіздер кішкене қарағанда сливкиден негізі проценті қоюырақ болған жақсы. Бетіне бұл сұйықтау болғаннан кейін көп жаққан жоқпыз. Бетіне жаңағы орехпен сеуіп сәндейміз. Бисквиті енді әдемі болып тұр. 2 сағатқа холодильникке қойып, тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Ас болсын. Бұл безглютеновый рулет.